Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmet cemaat, barcamızda Allah Teala varazamızda kabul etsin. İçine vaaz nasihat. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayette estağfirullah. La in şekertum la azidannakum ve la in kafartum inna azabi leşadid. Sadakallahul azim. Manası: Eğer menin bergen rızık nesibime şükürшілік etsеңдер, odan da arttırıp kokup berem dedi. Cemaatı samsaqtınızda. Odan da arttırıp kokup berem dedi. Menin bergen rızık nesibime şükürшілік etsеңдер, odan da arttırıp kılıp kokup berem dedi. Arttırıp berem dedi. Al erde menin bergen rızık nesibime naşükürшілік etsеңдер, şükürшілік etsеңдер, onda menin azam katlı dedi Allah Teala. O şöyle bir hikayeni keltiredi. İbrahim Aleyhisselam'ın balası İsmail Aleyhisselam Jurhum tayfasının ortasında yer жетеді. Jurhum tayfasının ortasında yer жетіп, keyin sol tayfanın bir kızına үйленеді. O кезде İbrahim Aleyhisselam'ın akası İsmail Aleyhisselam'ın akası İbrahim Aleyhisselam басқа жақта тұрады. İsmail Aleyhisselam қазіргі Мекке қаласы орнында тұрады. Содан bir күні ұлы İsmail Aleyhisselam енді жоқ кезінде akası İbrahim Aleyhisselam іздеп келеді үйіне. Үйіне іздеп келеді. Birinci aytpa İsmail Aleyhisselam Jurhum tayfasının bir kızına үйленеді. Үйленгеннен sonra үйінде жоқ кезінде İbrahim Aleyhisselam ұлына іздеп келеді баласына. Үйінде жоқ кезінде. Содан келгеннен кейін үйіне айналады, есік қағып айналғаннан кейін үйде кім бар деп айтады, айқайлайды. Сонда келін шығады үйінен. Келін шығады, келін шыққаннан кейін İsmail бар ма деп сұрайды. Жоқ, бір жағы кетіп еді дейді. Сосын айтады, тұрмыс тіршіліктері қандай дейді, жағдайларың қандай деп сұрайды. Сонда жаңа келін айтады, жағдайымыз өте жақсы. Ішкеніміз алдыда, ішпегеніміз артымызда, жегеніміз ет, ішкеніміз зәмзәм суы, Аллах Тағала шүкір деп айтады. Сонда жаңағы İbrahim Aleyhisselam айтады, İsmail келсе сәлем айт дейді. Және үйінің табалдырығын бекітсін деген менің сөзім жеткізді оған дейді. Үйінің табалдырығын бекітсін деген сөз жеткізді. Содан İbrahim Aleyhisselam кетеді. Содан жаңағы бір күннен кейін İsmail Aleyhisselam үйіне қайтып келеді. Қайтып келгеннен кейін мен жоқ кезде келіншегінен сұрайды. Мен жоқ кезде мен іздеп бір адам келді ме үйге дейді. Біреу келді ме дейді. Я келді дейді. Осындай бір жаңағы жақсы бір қария келді дейді. Орнына түсіп кеткен. Бірінші келіні алады. Бірінші келіні іздеп келген кезінде жаңағы жағдайларын қалай деп сұраған кезде айтады, шағымданады. Біздің тұрмысымыз өте нашар дейді. Өте нашар, ішіне жармаймыз, не киімге жармаймыз, не тамақ жармаймыз деп жаңағы шағымданады атасына, қайнатасына. Бірақ қайнатасы екенін білмейді, ол қайнатасы екенін білмейді. Содан жаңа İsmail Aleyhisselam әкесі İbrahim Aleyhisselam келін айтады. İsmail келгесін сәлем айт дейді İsmailға дейді. Содан кейін менің сәлемді осындай сәлем жеткіз дейді. Үйінің табалдырығын ауыстырсын деген осы менің сәлем жеткіз дейді. Содан İbrahim Aleyhisselam кеткеннен кейін бір-екі күннен кейін атасы, әкесі İsmail Aleyhisselam баласы İsmail үйіне келеді. Келгеннен кейін сұрайды. Мен жоқ кезде үйге мені біреу іздеп келді ме дейді. Я дейді. Bir қария кісі іздеп келді дейді. Не айтты дейді. Осында жағдайымыз сұрады дейді. Жағдайымыз өте нашар, тұрмысымыз нашар. Ешнәрсеге жарымаймыз, не тамаққа жарымаймыз, не киімге жарымаймыз деп айтты дейді. Сосын тағы бір нәрсе айтты ма дейді. Я дейді. Үйіңнің табалдырығын ауыстырсын деген сәлем айтты сізге дейді. Ол менің әкем ғой дейді. İbrahim Aleyhisselam әкем ғой дейді. Үйінің табалдырығын ауыстырсын деген сөзі сенімен ажырас деген ғой дейді. Сөйтіп айтқаны ғой дейді. Енді сен ажырасам, сен кете берсің, боссын дейді ғой. Сөйтіп бірінші әйелінен ажырасып келеді. Сонымен екінші рет үйленеді. Екінші рет үйленгеннен кейін, біраз уақыт өткеннен кейін арада тағы да İsmail Aleyhisselam бір жаққа кетіп қалады бір жұмыстармен. Сол үйде жоқ кезінде әкесі İbrahim Aleyhisselam тағы да іздеп келеді. Іздеп келеді, келгеннен кейін жаңағы үйде кім бар деп айқайлайды. Сонда жаңағы келіні шығады, амандасып болғаннан кейін İsmail бар ма дейді, жоқ дейді, бір жаққа кетіп қалды дейді. Жағдайларыңыз қалай дейді ғой? Жағдайларың қалай дейді. Сонда айтады, жағдайымыз өте жақсы дейді. Аллахқа шүкір, өте жағдайымыз жақсы дейді. Жегеніміз алдымызда, жемегеніміз артымызда, зәмзәм ішкеніміз зәмзәм суы, жегеніміз ет деп айтады. Құдайға шүкір дейді. Сонда жаңағы атасы İbrahim Aleyhisselam айтады, İsmail келгеннен кейін сәлем айт дейді. Жаңа менің мына сөзім жетті оған дейді ғой. Үйінің табалдырығын бекітсін деген сөз жетті дейді. Сонда İbrahim Aleyhisselam кетеді, кеткеннен кейін жаңағы баласы İsmail Aleyhisselam келеді. Келгеннен кейін тағы сұрайды келіншегінен. Үйде мен жоқ кезде маған мені бір өмір іздеп келді ме дейді. Я келді дейді. Келбет деген бір қария кісі іздеп келді дейді. Сіз не айтты дейді. Сізді сұрады дейді. Сіз жоқ деп айтты дейді. Одан кейін жағдайымды сұрады деді.
Одан кейін мен жағдайымыз өте жақсы. Ішкеніміз алдымызда, ішпегеніміз артымызда, ішкеніміз зәмзәм суы, жегеніміз ет, Құдайға шүкір, Аллах Тағала шүкір деп айтты дейді. Соны тағы мына сөз жеткізді деп айтты дейді. Үйінің табалдырығын бекітсін деген сөзді айтты. Осы жеткізді дейді. Ол менің әкем ғой, Ибраһим алейхиссалам ғой дейді. Үйінің табалдырығын бекітсін деген сөзі сенімен ажыраспай бірге тұр деген сөзі ғой дейді. Мен сенімен бірге тұрамын, ажыраспаймын дейді ғой. Сонда айтады осы жаңағы Аллах Тағала сол Ибраһим алейхиссалам сол Мекке қаласы дуа қылған екен. Мекке қаласы дуа қылған. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады хадисінде. Ибраһим алейхиссалам Мекке қаласы үшін дуа қылды дейді. Мекке қаласы үшін дуа қылды. Ибраһим алейхиссалам дуасын бергенмен Мекке қаласы осы қазіргі заманға дейін су мен етке өте берекелі дейді. Мысалы зәмзәм суы сол Ибраһим алейхиссалам заманында шыққан. Әлі қазір қанша мың жыл болды, әлі таусылмайды. Сол Аллах Тағала әуелі Аллах Тағаланың қалауымен, екінші Ибраһим алейхиссаламның дұғасының себебімен осы Мекке қаласы қазір ет пен суға өте бай. Зәмзәм су әлі таусылмайды. Қанша алады, таусылмайды. Құрбандық нем бар, адамдар, мұсылмандар сол жерге құрбандық шалады, етке де өте бай сондай. Өте. Сол кезде де жаңағы Ибраһим Исмаил алейхиссалам үйінде не болмайған дейді жаңағы, дәнді дақылдар. Арпа, бидай деген нәрсе болмайған дейді да, дәнді дақылдар. Егер дейді Ибраһим алейхиссалам сол жаңа келініне баласына осы Мекке қаласына осы балама дәнді дақылдар бидайға береке берсін деп дұға қылған дейді, сол дұғасы қалып кетеді дейді деп айтады жаңағы кітапта айтады да. Сосын пайғамбарымыз айтады, мен дейді Мәдина қаласы дұға қыламын дейді. Мәдина қаласы дұға қыламын, Аллах Тағала сол Мәдина қаласына осы менің дұғаммен берекесін береді дейді. Қазір ислам дінінің ең бірінші орталық Мекке қаласы, екінші орталығы Мәдина қаласы. Осы екі қала, екі пайғамбардың дұғасымен гүлденіп, осы ислам дінінің ең үлкен орталығына айналып отыр. Аллахтың қалауымен әуелі. Одан кейін осы екі пайғамбар дұғасымен. Мына пайғамбарлардың дұғасы ешқандай қайтарылмайды деген ғой, бірден қабыл келеді олардың дұғасы. Өйткені пайғамбарлар Аллахтың еншілері олар, пайғамбарлар. Мына құрметті жамағат сондай. Мына қазақта да мақал бар. Бар деген оңалар, жоқ деген жоғалар дейді. Сол үшін құрметті жамағат, не ішіп жезекте шүкіршілік қылайық. Бала шағамызға сол шүкіршілік үйретейік бала шағамызға. Не ішіп жезекте Аллахқа шүкір деп айтып деп үйретіміз керек екен сонда. Сонда Аллах Тағала ол адамның жаңағы барлық нәрсесін белгі беріп қойған. Ішіп жейтін тамағы, несібесіне жаңағы киім кешегіне бәріне Аллах Тағала белгісін беріп қояды деген құрметті жамағат. Баршаңызға осы тыңдағаныңызға рахмет, Аллах разы болсын. Осы айтылған уаз насихатымызға баршамызға аман қылуды нәсіп етсін.